Сый күні ойыннан кейін мен кешкі тамақты ішіп ап, бапайдың үйіне баратынмын. Мен келгенде Аян ылғи темір пештің аузында от жағып отырады. Ол кезде соғыс жылдарында біздің ауыл отынға сабан жағатын. Малта таспен бастырған астықтың сабаны орған қамыс сияқты ірі болады. Арасында шала бастырылған, кейде тіпті мұрты сетінемеген масақтар жиі кездесуші еді. Отқа жанғанда сабан дүр-дүр етіп лауылдап, ал масақтар бытырлап кететін. Аян от жағып отырып білдіртпей ғана сол масақтарды жинайды. Лауылдап жатқан сабанның арасы бытыр-бытыр ете қалғанда Аян қолын отқа тығып жіберіп, шала пісіп қалған күйелеш масақты лып тегізіп суырып алатын. Мен есікті ашқанда Аян жүзі жайнап қуанып кетуші еді. Былай шық деп дауыстап айтуға кемпір шалдан бата алмай, олар жаққа жаутаңдап қарап қойып, темір пештің түбіндегі өз орны қара құрым киіз төселген қуысты меңзейтін. Мен қуысқа кіріп ап, олар кешкі шайларын ішіп болғанша Аянды күтіп отырам. Бапайдың кемпірі шалы екеуіне ғана майға бөктіріп талқаншылайды да, сенің тісің бар ғой деп Аянның алдына бір уыс қуырған бидай төгеді. Міне, Аянның кешкі қорегі осы. Ол үн-түнсіз қытырлатып отырып, алдындағы бір уыс бидай біткенше шай ішеді де, онан соң шынысын төңкеріп, қуысқа келеді. Келе бірден сыбырлай сөйлеп, ертегі тыңдайсың ба? Деп алады да, менің бас изеуімді күтпестен-ақ, баяғыда бір жетім бала бопты, деп бастай жөнеледі. Бір тәуірі бапай да оның кемпірі де біздің сөзімізге құлақ салмайтын, майға жылаған талқанды көзіте асап, ыстық шайға бойы бусанған қарт қолтығындағы жастығын мыжғылай түсіп рахаттана кекіріп қояды да, енелеріңді ұрайын, осы екеуінің ақ сыбыр-күбірі бітпейді екен, қыз алып қашқалы ақылдасып жүргенмен саумысыңдар ей, деп әзілдейді. Кемпірі болса қабағын кіржейтіп, жаман ит үрейгеш келеді деп, мына біздің ұл мылжың көрінеді ғой, дейді. Екеуі де осымен тынады. Жатарында кемпір майы таусылады деп, өзі сығырайып тұрған жетілік шамның білтесін онан әрмен сығырайтып тастайды. Мұнан кейін біздің бар жоғымызды естеріне де алмастан екеуі екі жақтан тәтті қорылға басатын. Олар ұйықтасымен ақ Аян әлгінде ышқырына тыққан күйелеш масақтарды алып үгіп-үгіп аузына құятын. Жеп көрші, тәтті, деп бір-екі масақты маған да ұстататын. Үгіп-үгіп шала піскен дәнді мен де аузыма құямын. Бірақ шикі дәмі білініп тұрғандықтан жұта алмай шайнап-шайнап түкіріп тастайтынмын. Кейде мен үйден нан ала келетінмін. Аян нанды көргенде көзі отша жанып, екі ұртына кезек бұралай тығып қақалып қала жаздайтын. Тағы да бар ма, тағы да, деп менің қалтамның түбіндегі қоқымға дейін қағып, тек бірі қалмаушы еді. Бір күні балалар екіге бөлініп қарат қыласып ойнамақ болдық. Ортамыздан екі атаман сайлап, қалғандарымыз екі-екіден жұптасып, әлгі екі атаманның қарауына тең бөліне бастадық. Бұл ойынға Аянның да қатысқысы келген, бірақ екі атаманның екеуі де оны өз топтарына алудан бас тартты. Ой, қой, сен жүгіре алмайсың шойтаңдап, деді олар. Аян үшін мұнан ауыр жаза жоқ еді. Ол көзі жасаурап, ақсақ аяғын сүйреткен күйде екі ені салбырап кете барды. Мен шыдай алмай оның соңынан жүгірдім. Аян жылап келеді екен. Екеуміз қатарласып үнсіз жүре бердік. Дәл Асылбек шалдың үйінің тұсына жеткенде, көз жасын алақанымен қатты уқалап сүртті де, әлгі үйге бұрылды. Мен де ердім. Асылбек шал мал қорасының ішін тазалап жүр екен. «Я, неге келдіңдер балалар?» деді анадайдан дауыстап. «Ата, аяғымды салып берші», деді Аян. Асылбек таяп кеп оның аяғына қарады. «Салып берін қалай ей? Мына аяғың қисық боп бітіп жазылып кеткенге ұқсайды ғой. Енді оны қайта орнына салу оңай емес. Ауырғанына шыдар мекенсің?» «Шыдаймын, ата, салып беріңізші». Аянның даусы дірілдеп, жалынышты шықты. Енді сәл болса еңіреп жылап жіберуге шақ тұр. «Апырайы, жарайды, салып берейін қарағым, үйге кіре бер. Әй кемпір, мына жиен балаға тамақ берші, әлденіп алсын». Біз үйге кірдік. Асылбектің кемпірі бізді төрге отырғызып бауырсақ пен айран әкеп берді. Сәлден кейін жуынып шайынып Асылбектің өзі де кірді. Сырт киімін шешініп, кемпіріне көрпе салғызып, әлгінің үстіне Аянды жатқызды. Онан соң қойдың құйрық майымен
Аянның тобығы тайған аяғын сылауға кірісті. Ұзақ сылады. Өзі де тынымсыз сөйлеп, Аяннан да әр нәрсені бір сұрап үнемі сөйлетумен болды. Бір кезде Аян «Ойбай!» деп баж ете түсті. Асылбек «Шыда, балам, шыда!» деп оның бұлқынғанына қарамастан тырп еткізбеді. Аян құлындағы дауысы шығып ойбайлап жатты да, Асылбек оның аяғын уқалап сылай берді. Онан соң кемпірі әкелген шүперекпен әдемілеп таңып тастады да, «Ал болды, тобығыңды енді шығарып алма», деді. Бірақ амал не? Аян мұнан кейін де тобығын тайдырып алды. Ол көктем кезінде еді. Көктем шыға колхоз жұмысына біз де араласқанбыз. Ортасына сымтемір салып өртеген бір-бір дойыр қамшыны қолымызға алып, өгіз жеккен соқаның басына міндік. Жесір әйелдер мен бой жеткен қыздар соқаның артын ұстайды. Арайланып таң білінгеннен бастап ымырт қараңғысына дейін жер жыртамыз. Жер құйқасы майға бөккендей туырылып жатады. Соқа тісі сәл тереңдесе, бөкпе топырақ қалыңдап, өгіздер мықшиып тұрып қалады. Ала қыстай шөп тарту, тұқым тартумен титықтап шыққан арық өгіздердің аузынан сілекей шұбырып, аяқтарын шалыс басып, күнізін соқа тартуға дәрмендері зорға жетеді. Онда да арқасын қайыстырған қамшының күшімен жетеді. Өгіз біткеннің сауыры қызыл алақан, арқасы шоқпыт-шоқпыт жауыр болатын. Ертеден кешке дейін өгіз үстінде жұлынып соп сөбелей бергеннен тамағымыз жыртылы ауырып, дойыр қамшы қарымызды талдырып, бізде әбден титықтайтынбыз. Таңдайымыз кеуіп, қаңырығымыз түтеп, қарнымыз ашып, қамшы сілтеуге әліміз құрып, бас айналып, көз қара отып, қалғып мүлге бастаған кезімізде соқа ұстаған әйел баяуынмен «Әй ұл, айдасаңшы өгізді», дейді. Бойыңдағы бар күшіңді жиып, қамшыны құлаштай сілтейсің. Арық өгіздер арқаларын құр қайқаңдатып қыржыңдағаны болмаса, жүрісіне жүріс қоса қоймайды. Ақырында өзіңнің қолың ауырып сырқырап кетеді. Сондайда өгізден домалап түсіп жер тепкілеп жылағың келеді. Сенің сол мүшкіл халіңді сезгендей соқа артындағы әйел өзі кеп қолындағы қамшыны ала сап, өгіздерді шықпыртып жібереді де, жығылып қалма деп қояды. Шама шарқыңның сол екенін ұғады ғой, жақсы ұғады. Әлден уақытта әйелдердің бірі қалжырай шыққан зарлы үнмен сызылтып қана «Көкше таудың биігі-ай, алыстағы бауырдан хат алудың қиын-ай» деп ән салады. Ән емес-ау, жүректегі ауыр шердің лықсып шыққан бір күрсінісі сияқты. Әнге екінші соқадағы әйел, онан үшінші соқадағы бой жеткен қыз қосылады. Үшеуі де зарлатады-ау кеп, үшеуінің көзінен де жас парлайды. Біз өгіз үстіндегі балалар көзімізге мөлт-мөлт етіп жас үйіріліп, тамағымызға өксік тығылып бас көтере алмаймыз. Әйелдерге қосылып жылауға еркектік намысымыз жібермейді. Өйткені алғаш соқаға шыққан күні Аян, жылауды әркім біледі. Мықты болсаң нағыз еркектерше қиыншылықта жыламай бақ деген. Сондықтан жасық екенімізді білдірмеуге тырысамыз. Кешкісін жерден қазылған бараққа келеміз. Іші обозын, қап-қараңғы үңгір сияқты. Астына сабан төселген. Жалғыз май шамның өлеусіреген жарығында не ішіп не жегенімізді ажыратпастан талқаннан жасалған атала көже сияқты бірдеңені қалғып мүлгіп отырып ішеміз. Онан соң киімімізбен отырған орнымызда қатар-қатар сұлай кетеміз. Өне бойың салдырап қозғала алмайсың. Қанша ұйықтағаның белгісіз, әлде бір уақытта Тұржанның «Әй жетпегірлер, тұрыңдар» деп ақырғанын естисің. Қозғалуға шамаң жоқ. Өне бойың езіліп көзіңді аша алмайсың. Сол кезде Тұржан әрқайсымызда әке-шешеден түк қалдырмай сыбап, сирағымыздан дырылдата сүйреп, барақтың аузынан сыртқа қарай атып жібереді. Тағы да арқасы пышақтың қырындай өзі жауыр өгіздің үстіне жарбия жабысасың. Тағы да жақ жаппастан соп-сөбелеп, қарың үзілердей боп тынымсыз қамшылау. Түске жақын өзегің талып әлің кетіп қалғи бастайсың. Кейде өгіздің үстінен домалап түскеніңді де білмейсің. Бусанып жатқан қара парға бұрқ ете қаласың. Көзіңді уқалап атып тұрып, соқа ұстаған әйелдің көмегімен өгіздің арқасына қайта жарбиясың. Осылайша күніне әрқайсымыз өгізден 2-3 реттен домалаушы едік. Аянның тобығы осындай бір өгізден домалап түскен кезінде тағы тайды. Ол қара парға бұрқ еткен күйде аяғым-ай деп баж етті де бүктеліп жатып қалды.
жүгіріп жанына бардық. Ол жыламауға тырысып тістеніп, көзін жұмып көкпеңбек боп сазарып жатты. Аяғындағы көннен тігілген шоқайын шешпек болып еді, қинала ыңырсып, онан ағатайлап бебеу қақты. Көтеріп бараққа алып бардық. Ауылға баруға көлік болмады. Сол түні денесі қызып, таң атқанша сандырақтап сөйлеп шықты. Ертеңгісін біз жұмысқа кетерде ғана көзін ашты. Мен басқалардан жырылып, бір сәтке оның жанында қалдым. Өзімше ақыл айтпақ едім оған. Сөзді неден бастарымды білмей, қипақтап отырғанымда ол өзі бастады. «Ой, кеше аяғым қатты ауырды», деді дірілдеген үнмен. Тура өлгім-ақ кеп еді. Тағы ағамды ойлап қана тоқтадым. Онан соң біраз үнсіз жатты. Түймесі ағытылған күртесінің омырауына тұмсығын тықты. «Қарашы, жусанның иісі», деп қойды. «Енді аяғымды ағам келгенде бірақ салғызам. Ағам қалаға апарып ендігәрі шықпаста етіп салғызады әлі». Ол тәтті ойға шомған күйде ағасы келген соң не істеп не қоятынын тегіс тізбелеп айтып шықты. Оның сөзіне қарап, мен ағасының жуықтағы күндердің бірінде қайтатынына титтей де шек келтіргем жоқ. «Сағындым ағамды», деді ауыр күрсініп. Мен жұмысыма кеттім. Күні бойы өгіз үстіндегі жалғыз тілеуім, шіркіні-ай, Аянның ағасы тезірек қайтса екен деу болды. Аян барақта 4 күн жатып қалды. Тек 5-ші күні кешкісін ғана тұқым тартқан арбамен ауылға жібердік. Осыдан кейін Аян тобығын қайтып орнына салдырған жоқ. Сол аяғын көлдеңінен сүйрете басып жүретін болды. Қу соғыстың бесіктен беліміз шықпай жатқанда-ақ біздің жүрегімізге салған жарасы қаншама еді. Сол жараның тыртығы өмір бойы удай сыздап, жанға батып өтер-ау, еш уақыт ұмытылмас. Асыр салар балғын шағымызда тағдыр біздің қабырғамызға да бар зілін салды ғой. Сонда да болса басқамыздан гөрі Аянға қатты батып еді. Тағдыр оған дегенде ештеңесін аямады. Үлкендер жау шегінді десіп күн сайын бір қуанышты хабар айтып жүрді. Мұның өзі біз үшін ертең соғыс бітеді дегенмен бірдей еді. Әскерден біртіндеп ер азаматтар қайта бастады. Бәрі жаралы боп қайтқандар. Бірі қолынан, бірі аяғынан, бірі қабырғасынан, бірі көзінен айырылғандар. Бірақ сөйтіп жарымжан боп қайтса да, олардың әрқайсысының келуі ауыл үшін үлкен мереке еді. Солардың бірде-бірі Тұржанға ұқсап, қан көріп қайттым, қаным бұзылды деп есірген жоқ. Қаралы қағаздар да келіп жатты. Жаз ортасы. Аңызақ жел ұйтқи соққан ыстық күннің бірінде біздің ауылға тағы бір қаралы қағаз келді. Бұл жолғы қаралы қағаз ешкімнің үйінен зарлы жоқтау айтатын дауыс шығарған жоқ. Бұл жолғы қаралы қағаз көшеде ойнап жүрген балалардың ең соңында белі бос штанының ауын бір қолымен көтере ұстап, сол аяғын көлденеңнен солтақтай жүгірген күйде «Ей, тоқтаңдаршы, мен сендерге кешегіден де қызық ертегі айтамын», деп жалына дауыстай жүгірген Аянға келген еді. Ол үнсіз қабылдады. Қаралы қағазды ұзақ отырып, 2-3 реттен ежіктеп оқыды да 4 бүктеп ұшқыр қалтасына тықты. Онан соң ойнап жүрген балалардың жанына кеп, әдетінше алыс-жұлысты сырттай қарап қызықтап тұрды. Тек балалар үйді-үйіне тараған кезде ол ауылдың шетіндегі ат қораға барып кірді. Соңынан мен де бардым. Сарысы өркілген ат қораның іші тұншығардай қапас, тымырсық еді. Тастай қараңғы. Төбесіне ұя салған торғайлардың, олардың шырылдаған қызылшақа балапандарының үні құлақты тұндырады. Құжынаған шыбындардың ызыңы бір басқа. Қараңғылыққа көзім үйренгенше есік алдында тұрдым да, онан соң қабырғаны жағалап түкпірге қарай жүре бастадым. Аяқ асты сазданып басқан сайын шұрқ-шұрқ етеді. Түкпірге де жеттім. Аян қараңғы бұрышта бір уыс боп бүрісіп, екі алақанымен бетін басып солқылдап жылап отыр екен. Ұзақ жылады. Онан соң көзін сүртті де қорадан шықты. Сыртқа шыққан соң көрдім. Көзі қып-қызыл боп кетіпті. Маған қарады да өз-өзінен жымиып күліп, «Күн ыстық, я», деді. Осыдан кейін бір жет өткен соң, ертеңгісін 10 шақты қозылақты тауға қарай өргізіп жіберіп, қайтар жолда бапайдың есігінің алдында тұрған арбаға көзім түсті. Бірсыпыра балалар осы арада екен. Аян жолға жүретін адамдай бар жоғын киініп апты.
Мен таяп келгенде шеттеу тұрған Есікбай сыбырлап қана: «Аян балалар үйіне кеткелі жатыр», деді. Осы кезде үйлерінен арба айдаушы жігіт және бапай мен кемпірі шықты. Бапай арба айдаушыға Аянды станцияға дейін аманат қып тапсырғанын қайта-қайта айта береді. Ал кемпірі кеп Аянның бетінен сүйді, көзіне жас алды. «Қарағым, жолың болсын», деді жыламсырап. «Жақсыдан қалған тұяқ ең, қайда жүрсең аман бол, адам болсаң тауып келерсің әлі». Бапай да кеп Аянның бетінен сүйді. «Аман есен барып орналасқан соң хат жаз», деп қойды. «Алатын адам болмай тұр. Мына қоңыр сиырды дереу сатып, ақшасын қалтаңа салып берер медім. Кейін қолым тисе, базарға айдап барып сатып, ақшасын салып жіберем ғой». Қойшы әрі, сен де осы не болса да соны айтпай. Сатқаны несі? Ертең ер жетіп келе қалғанда мал керек емес пе Аянға?» деп киіп кетті осы тұста кемпірі. «Қарағым, бұл алжыған атаңның сөзін тыңдама. Әлі өзің кейін үлкен жігіт боп келгеніңде қоңыр сиырыңда өсімімен қолыңа тапсырамын». Аян балалардың бәрімен қол алысып қоштасты. «Мен әлі бәріңе хат жазып тұрамын», деді күлімсіреп. Есікбай арбаның артына жабысып ап, оны талай жерге дейін шығарып салды. Арбадан түсіп қап, қара жолдың үстінде сексиіп ұзақ тұрды. Қайта келгенде өте көңілсіз еді. Садық ойнайын деп еді, ол «Менің басым ауырып тұр», деп үйіне кетті. Сол сәтте бәріміздің де ойынға еш сауқымыз жоқ, көңілсіз едік. Көз ұшында бұлдырап арба кетіп барады. Қара жолдың шаңын бұрқылдатып барады. Аян бас киімін алып бізге бұлғап қояды. Біз, балалар, Аянды көп уақытқа дейін еске алып сөз қылушы едік. Кейде кешкілік бір жерге жиналып ап, ала қыстай Аян айтқан ертегілердің есте қалғандарын қайталай айтып та жүрдік. Аянның ертегілерінің көңілімізде ұялағаны сонша, кейін ер жеткен кездерімізде өзімізден кіші балаларды тамсандыра отырып айтатынбыз. Тіпті күні бүгінге дейін, сонан бері талай ондаған жылдар өтсе де, кей күні түнде далаға шыға қалсам, қараңғыда бөрікше шошайған ешкөлмес шоқысы астында жалғыз көзді дәу ұйықтап жатқандай, соның қорқыраған демінен теңселіп тұрғандай көрінеді. Сол дәумен алысатын жетім бала қайда екен деймін. Сол сәт жазға салым жусанды төбе жақтан қоңыр салқын самал еседі. Ашқылтым есі аңқиды, жусанның есі. Сондайда есіме тағы Аян түседі. Шынында да бұл күнде Аян қайда екен, тірі ме екен? Ондай бала тірі болу тиіс. Ондай бала алдына нендей мұрат қойса да жетеді. Ал тірі болса, жусанды төбеге бір оралмауы қалай? Жусанның есін сағынбауы мүмкін емес қой.